Ақтөбе қаласындағы нөмірі 83-ші жалпы білім беретін орта мектеп 2025-2026 оқу жылында келешек мектептерінің қатарында өз білім алушыларына бүгін білім күнінде айқара есігін ашты. 635 оқушы мектебім мейірім мекені атты тәрбие сағатына қатысты. Жалпы 83-ші жалпы білім беретін орта мектеп 2000 гектар шаршы метр жерге орналасқан. Мектептің жалпы көлемі 9600 шаршы метрді құрайды. Соңғы үлгідегі заманауи үлгідегі жабдықталған химия, биология, физика кабинеттері, STEM зертханасы, ерекше білім беруді қажет ететін балаларға барлық жағдайлар жасалған. Біздің мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың біздің балаларымыз тұрғылықты мекен жері мен тіліне қарамастан сапалы білім алуға қажет деген міндетті біздер басты мақсатымыз ете отырып, осы білім алушыларға сапалы білім беруге дайынбыз. Осындай балаларға зәулім заманауи үлгідегі мектеп салған мемлекет басшысына және осындай мектепті салып берген Самұрық қазынаға үлкен ризашылығымды білдіремін. Бүгін біздің Байқадам елді мекенінде осындай кереметте оқу ордасы ашылып жатқанына қуаныштымыз. Біздің елбасшымыз Қасым-Жомарт Тоқаев атамызға өте көп рахметімізді айтамыз. Біздің Бауырастар ауылында жаңадан нөмір 83-ші жайлы мектеп ашылды. Бұл мектептің ерекшелігі біз мұнда тек қана білім алып қана қоймай, сондай-ақ өзімізді жан-жақты дамытып, жарқын болашағымызға үлкен есіктер ашамыз. Бұйырса жылдың соңында біз осы мектептің алғашқы түлектері болып, жақсы жоғары оқу орындарына түсіп, мектебіміздің дамуына үлкен үлес қосамыз деген ойдамыз. Мемлекетіміздің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа алғыс айтамыз.